сізден ұяласыңдар ма, қысыласыңдар ма, онда ақша болмайды. Қараңыздар. Сыз көрсетейін сіздерге. Мына жерде мен біраз жазуым істеп тұр, иә? Все, қоса бер. Қараңыздар. Маркетинг не істейді ол? Маркетинг ең бірінші. Неге жауапты маркетинг? Маркетинг жауапты лидқа. Күнделікті қанша адам бізге звондады, қанша адам WhatsApp-қа жазды, қанша адам Instagram, TikTok-қа жазды. Яғни бізге адамдардың нөмірін алып келетін бөлім осы. Яғни адамдар бізге жазу керек, бізге хабарласу керек, немесе нөмірін алдыру керек. Яғни бізді көріп назар аударту керек. Осы енді сату бөлімінің жұмысы не? Осы лидтарға қоңырау шалып, соны не істеу? Ақшаға айналдыру. Сату бөлімінің жұмысы осы. Енді екеуі жақсы жұмыс жасау үшін бұлар не істеу керек? Әрине бұлар мықты команда болу керек. Мықты команда болып, әрқайсысы өз міндетін біліп, әрқайсысы өзін айтқан кезде дұрыс түсінсе, қайда бара жатқан, не істеу керектігін, онда проблема болмайды. Вот осы. Маркетингтен талап етеміз. Давай, сенің жұмысың күнделікті маған заявка, лид, номер алып келу керексің. Сату бөлімі не дейсіңдер? Сен күн сайын сату керексіңдер, сендердің жұмыстарың. Міне номер келіп жатыр, міне клиенттерге түсіндірілді, міне бәрін көріп тұр, қызығып тұр. Сатыңдар болды дейсіңдер екеуін. Сөйтесіңдер де екеуін команда ретінде қосасыңдар да, давай, цельдерің бір. Табыс көп табасыңдар, екеуің де көп табыс аласыңдар. Табыс көп табасыңдар, все, бөлісеміз. Міне, саған бонусың, міне саған пайызың. Вот сол кезде ғана конкретно екеуі бір мақсат үшін команда болып жұмыс жасаған кезде ғана төгіз нәтиже болады. Егер әрқайсы жан-жаққа тартып, анау маған дұрыс емес лид әкелді, анау маған дұрыс емес звондап жатыр, ананың скрипті дұрыс емес, мынаның CRM-і дұрыс емес деп бір-бірінен лақтыра беретін болса, нәтиже бірлік кетеді ортадан. Ол бірлік болу керек. Бірлік бар жерде тірлік болады. Түсініңіздер ғой? Түсініп жатсыздар ма ақпараттарды? Жазып жатсыңдар ма? Не істеп жатсыңдар? Үндемей қалдыңдар ғой. Что-то хаттың миларын ашып жібермедім мен, Думан мырза, нормально істеп жатырмыз ба? Ақпарат жақсы кетіп жатыр ма өзі? Бір кері байланыс беріп жіберіңіздерші бір. Сіздерге қарап көрейін, барсыздар ма, отырсыздар ма? Ой, Алла, шүкір. Кері байланыс беріп тұрсаңыздар. Жазып үлгермей жатсыңдар ма, не болып жатыр өзі? Жазып отырмын дейді. Молодец. Нормально, базар жоқ дейді. Я жазып отырмыз ғой дейді. Вот, күшті, молодец. Қайырлы білім болсын. Тоқтамаңдар. Жақсылап осылай оқып, ана не істеп, жазып түртіп алып. Жазып отқан адамдар ғана мына жаққа до конца кіреді. Әйтеуір жағына миымда сақтап қалам дегендер ол өтірік ол әңгіме. Сразу блокнотқа жазып отырмыз дейді. Молодец. Мә, енді түсініп отырмын ғой дейді. Енді бизнес түсініп отырсыз ба? Болды, түсініп отырсаңыз болды ең бастысы. Ал давай онда кеттік. Қараңыздар, сатудағы басты қандай қиындықтар бар? Ең бірінші біз клиентке қысым жасаудан қорқамыз. Яғни қазір артынан дажым дейді ғой. Яғни аласпа не болды, шештіңіз ба, қандай шешім қабылдадыңыз десе, звондап айтсаң, қашып кетеді деп қорқамыз. Екінші нәрсесі бар, тек ақпарат беріп жіберсең, сауда болмай қалады. Яғни айтады, сатпай-ақ просто ақпарат бере берсем алмайды дейді несі бойынша. Одан кейін үшіншісі бар, қымбат сатудан қорқам дейді. Яғни бағам қымбаттатқым келеді, бірақ қорқам, вообще сатамаймын дейді. Вот үш басты қиындық. Вот қайсы қиындықтар бар? Үшеуі де бар ма, или сіздерде біреуі ғана бар ма? Көбісі айтады, мен қымбат сатудан қорқам, қысылам дейді. Енді бұл жерде бағана айттық, сегмент деген болады дедік, яғни қараңыздар. Нені көрсете сал маған? Қараңыздар. Сегмент деген болады. Сегмент деп отқанымыз клиенттердің өзінің нарығы бар, арзан клиенттер болады бізде. Тек арзан сұрайтын клиенттер болады. Одан кейінгісі именно орташа. Біреулер айтады, маған тек баға емес, маған еще оның сапасы да, ортасы да қойыппын. Яғни орташа бағаны іздеп жүрген. Маған тек арзан емес дейді, маған нормально болу керек дейді. Және үшіншісі бар, бізде ол премиум, қымбат. Премиум, яғни қымбатын іздейтіндер бар. Вот қай сегмент сізбен жұмыс жасағыңыз келеді, қай сегмент сіздер не істейтін. Арзандар ол түсінікті, оның жұмысы ең арзан жерді іздей береді. Арзан клиенттер ол көбінесе психологиясы қандай? Маған арзан болса екен, ең басты көп ойланады, көп шешім қабылдайды, көп күмәнданады, осындай.
бағаның арзанын сұрай береді. Ана жерде андай қой, ана жерде андай қой деп ығырын шығарып жібереді. Бұларға арзан. Бұлар қателік жасап қоюдан қорқады бұлай. Қатты қорқатын осы именно арзан клиенттердің психологиясы. Оларға не істеу керек? Арзан міне көрсетіп міне бұдан артық арзан жоқ деген сияқты. Міне саған гарантия берейін ба, не керек? Одан екіншісі именно орташа клиенттеріміз, олар көбінесе айтады, маған сапалы болса, чтобы баланс болсын. Ең арзан керек емес маған, анау сапа аз емес, маған чтобы сапалы да болу керек, и бағасы да қатты қымбат болып кетпеу керек дейді. Және үшіншісі бар, именно ол премиум сегмент, ол уже қымбаттар айтады, маған сервис беріңдерші, маған ең қымбат қандай бар, міне, все, маған миымды ашпаса болды. Ертең сынып қалып жүрсе, гарантия бересің ғой дейді. Сынып қалып бірдеңе болса, мен сен ештеңе сұрамаймын, айтқан бағаңды берейін. Вот осындай клиенттер. Әр қайсысын былай айтқан кездегі өзінің клиенттері бар, өзінің психологиясы бар. Біз кәсіпкер ретінде осыны дұрыс түсініп алуымыз керек. Кіммен қалай жұмыс жасау керектігін, именно қай аудиторияға, қай психологияға конкретно ұратын жеріміз білуіміз керек. Точкасын білуіміз керек. Сол кезде біз не істейміз, уже түсінеміз. Келіп жатқан клиентке 3-4 сұрақ қоясың да, опа, мынандай клиент. Мынаған қарайсың да, опа, мынаған керек екен мынау. Сол үшін біз сұрақ арқылы адамдарды аша аламыз. Сұрақ арқылы ғана біз көре аламыз. Яғни сату ұят, сатудан қысылам, мен сатуға айтқан кездегі жаңағыдай сенбеймін өз өніме, мен өнім көп сата алады дегенге, үлкен маған ақша келеді дегенне мен өз салам деген мен білмеймін дейді мысалы. Яғни егер сен, мысалы қараңыздар, тек арзан өнім сататын болсаң түсінікті ол. Сондықтан көбінесе мамандар айтады, 3 түрлі баға болу керек дейді. Қымбат, арзан және қымбат, орташа және арзан баға. Чтобы адам көру керек міне. Арзан міне, проблема жоқ, міне арзан алғың келе ме? Міне мынандай өнім, оның минус плюстары бар міне. Орташа алғың келе ме міне? Және қымбат міне. Ең қымбаттарға мынандай береміз деген сияқты. Вот осыған қарап, уже клиент өз шешім қабылдайды. Және оның құндылығы ең бірінші өзіңіз сенуіңіз керек, өз өніміңізге. Одан кейін мынандай нәрсе бар да, барлығы менің клиентім дегеннен алшақ болыңдар. Именно барлығы, чтобы сенен бәрі ала береді деген нәрсе ол болмайды. Және бағаны көтеретін кезде, мысалы, чтобы сен қорқып атсаң, мынандай жолдар бар да. Бұрынғы клиенттерге бағаны қалдырасыңдар, жаңадан келіп атқандарға ғана қымбат бағаны қоясыңдар. Чтобы бұрынғылар сенен қашып кетпес үшін деп, егер қорқып атсаң бағаны қымбаттатуға. Одан кейінгісі, сенің мысалы, чтобы қымбат аудиторияға сату үшін, сенің контентің, өзіңнің магазиніңнің былай айтқан кездегі бір андай интерьері, ішкі дизайны, анау полкаларың, бәрі сапаға сәйкес болу керек. Бәрі ішінде арзан бола тұра, бәрі дешеу бола тұра, сен қымбат клиент тартамайсың. Локацияң үлкен рөл дейді. Мүмкін сен локацияң келмейтін шығар. Сондықтан әр бизнесте әр түрлі. Енді сіздерге айтайын, сатуды ең бірінші былай айтқан кездегі сататын адам ол кәсіпкердің өзі. Кәсіпкер егер өз өніміне сенетін болса, өз бағасына сенетін болса, және ол былай айтқан кезде нақты түсінетін болса, не үшін именно төлеу керек оған клиенттер, ол өзінің мамандарын жақсылап түсіндіре алады. Өз мамандарын сендіре алады. Мамандары уже ары қарай оны клиенттерге сендіре алады. Вот осы нәрсе. Одан кейінгісі, енді мына жерде мен білмеймін ғой қазір, мысалы, оптовый клиенттерің бар ма, жоқ па. Оптымда сен кәсіпкер өзің сөйлесу керексің клиенттеріңмен. Енді қараңыздар, сіздерге бір қызық нәрсе айтайын. Клиент маркетингте болса, бизнесте LTV деген нәрсе болады да. LTV деген нәрсе, яғни клиент сенен қанша уақыт алады деген сөз. Қанша рет алады ол саған? Мысалы, айына бір рет ала ма, 2 рет ала ма, немесе күнде алады ма, немесе жылына 1 рет, 2 рет қана ала ма, жылына 1 рет алады ма? Вот соны көбейтуіміз керек. Біз көбіміз ойлаймыз, клиентті 1 рет қана алумен ғана ойлаймыз да. Яғни клиент менен 1 рет қана алғанмен ғана есептейміз. Жоқ. Егер клиент сенен 1 жылда неше рет алады, соны алып жүрген бағасын көбейтесің, бір-біріне қосасың. Сөйтесің да, және оның өмір бойы, мысалы, 5 рет па, 6 жыл ма, 10 жыл ма, қанша рет алады сенен? Өскенге дейін. Балалар болса, нешінші ретке шейін алады. Осының бәрін есептейсің да, бір клиенттің саған өмір бойы қалдыратын ақшасы шығады. Бірнеше миллион шығады көбінесе. И осыған қарап не ойлайсың сен? Ё-моё, мына клиенттер маған, мен ойлап жүргенде 1 рет емес екен ғой. Бұлар маған бірнеше рет келеді екен ғой негізі, егер дұрыс сервис көрсетсем, дұрыс өнім берсем, дұрыс коммуникация құрсам. Сол үшін мен бұларға тек қана бүгінгі ғана табысты ойламау керек екенмін. Яғни маған қызмет көрсетсем, бұлар өмір бойы маған мынанша миллион алып келеді. И сенің көз алдыңда ана клиент уже 20 мың теңге, 15 мың теңге, 10 мың теңге емес, уже саған 500 мың, 1 миллион, 2 миллион болып көрінеді. Махаббатың өзгере ма? Қарым-қатынасың өзгере ме ол кезде? Әрине, ол кезде сен уже клиентті жақсы көре бастайсың. Клиентіңді сүйесің, өйткені ол саған бірнеше миллион әкелетін болып тұр ғой. Вот осы нәрселер. Сондықтан біздің жұмысымыз именно сату тұрғысынан ұялмау, қысылмауымыз керек. Адамдарды қараңыздаршы, өздеріңіз, просто сұрақ сіздерге барлықтарыңызға. Сіз магазинге барғанды, шопинг жасағанды жақсы көресіз бе, жақсы көрмейсіздер ме? Бір зат алғанды. Әркімнің өзінің, біреулер бар, машина алған жақсы көреді. Біреулер бар, алтын алған жақсы көреді, біреулер киім алған жақсы көреді, біреулер телефон, жаңа мынандай гаджет мен сияқтылар жақсы көреді. Мысалы, үнемі айфонның сағат бір бәлелерін жинай беремін, мысалы, мынандай петличкалар, анау мынау бәрін.
өйткені мен жақсы көремін. Алған жақсы көремін. Клиент сатып алған жақсы көреді, ол сенен